Рысқұлов ауданының мәдениет күні. Мұнда олимпиада жүлдегерлері, эстрада жұлдыздары дәл осы өңірден түлеп ұшқан және бүгін ұлттық құндылығымыз дәріптелген думанды кешті бірге тамашалайық. Елді мекендерді мәдениет нысандарымен қамту және олардың халыққа қызмет көрсету деңгейін арттыру жолында соңғы 3 жылда 14 мәдениет нысаны халықтың игілігіне пайдалануға берілді. Биылғы жылы 1,5 миллиард теңгеге 14 мәдениет нысанының құрылысы жүргізілуде. Жыл аяғына дейін 9 мәдениет нысанының құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар жыл аяғына дейін 30 мәдениет нысаны күрделі және ағымдағы жөндеуден өтеді. Басты мақсатымыз біздің тарихымыздан келе жатқан ұлттық құндылықтарымызды, руханиятымызды, салт дәстүрімізді қазіргі өскелең жастарға насихаттау, соларға жеткізіп, ары қарай біздің құндылықтарымыздың ғұмырлы болуын, жалғасуын, жалпы мәңгілік ел ретінде, ұлы даланың ел ретінде біз ұлттық құндылықтарымызды әрқашан осылай дәріптеп отыруға тиіспіз. Ауданға қызмет ететін ұлдар мен қыздар көбейсін. Елге, туған өлкеге, туған жерге ат басып бұратын уақыт келді. Әрбір жас қайтарым осы. Сондықтан ауданымыздың 85 жылдығы құтты болсын, жасай берсін, өркендей берсін. Осы бір мекенде, осы бұл ауданда туғаныма мен қашан да мақтанам және мақтанып өтем.